Сіз әрқашан шаршап, көңіл күйіңіз болмай, істеріңіз алға баспай, вообще өзіңіздің жасап жүрген жұмысыңызды жасағыңыз келмей, тек қана ұйқыңыз келе беретін бір энергияңыз жоқ, сондай күйде жүрген болсаңыз, бұл сіздің энергияңыз мүлдем басқа жаққа ағып кетіп жатыр деген сөз. Сәлем дамушы көрермен, менің есімім Ақерке. Бұл канал барлық дамығысы келетін, даму жолында жүрген, жалпы өзін-өзі дамыту, мидың мүмкіндіктерін зерттеп жүрген, сол бағыттағы жүрген адамдарға арналады. Егер сізде де осылай дамығыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, бірге дамиық. Жақында мен бұл кітапты оқып бастадым. Сол бойынша Джо Диспензаның қалай дұрыс медитация жасау керек, медитацияны жасаған кезде бірінші рет жасағаннан результат болу үшін не істеу керек, қандай фишкалар бар, соның бәрін сіздерге айтып беретін боламын. Жалпы медитация дегеннен кейін бұл кванттық әлем туралы. Кванттық әлемде Ньютон заңдары жұмыс жасамайды, онда мүлдем басқандай. Мінсіз медитация үшін негізі 1 сағат қажет. Өйткені біздің миымыз компьютер сияқты, ол программаланған. Ол белгілі бір күнделікті біздің күнделікті жасайтын дағыларымыздан тұрады. Сондықтан сіз медитация жасауға бүйтіп отырдыңыз, көзіңізді жұмасыз. Сол кезде сіздің ойыңызға ең бірінші әртүрлі нәрселер келеді. Ұмытқан заттарыңыз есіңізге түседі. Кезінде біреумен ұрысқаныңыз есіңізге түседі. Біреудің сөздері есіңізге түседі. Әртүрлі сондай болмайтын нәрселер келеді. Ал сол кезде сізге берілетін тапсырма, бұның бәрін, ойдың бәрін алып тастап, барлық ішіңіздегі вниманияңызды, внимание қазақша қалай? Дәл қазіргі сәтке өзіңіздің назарыңызды аудару керексіз. Бірақ ойыңыз қайтадан кетеді. Ал сіз қайтадан вниманияңызға келіңіз. Ең болмағанда өзіңіздің деміңізге назарыңызды аударасыз. Қайта-қайта ойыңыз кетіп қалады, сондықтан бұл қалыпты жағдай. Сол себепті мен сізге 1 сағат деп айтып отырмын. Өйткені сол бастапқы бір 20 минут арпалыспен өтеді. Өйткені сіздің миыңыз енді бұрынғы программаларға кете береді ғой, ал сіз оған басқа программаны әкеп қоя бересіз. Сіз миыңыз кетіп қалды басқа жаққа ойыңыз, а сіз қайтадан ол вниманияңызды, назарыңызды деміңізге алып келдіңіз дәл осы сәтке. Сондай бастаған кезде белгілі бір сәтте бір 20 минуттан кейін болуы мүмкін, немесе 30 минуттан кейін болуы мүмкін, сіз андай күйге жетесіз. Сіз миыңыз, ойыңыз, санаңыз басқа жаққа кетпейді. Дәл осы сәтте сіз не сезінесіз? Ол кезде сіз үлкен кеңістікте сіз және сіздің санаңыз қалады. Басқа еш зат жоқ. Сіздің миыңыз тап-таза болып тұр ғой. Осы кезде сіз өзіңіз қалаған жаңағы арманыңызды, мақсатыңызды елестете бастайсыз. Ең маңызды заттардың бірі, алдын ала қандай мақсат, өзіңізді қандай дәрежеде көргіңіз келеді, соны қағазға шамамен жазып аласыз. Сосын өзіңізге сұрақ қоясыз. Егер бұл жағдай, бұл мақсатым орындалған жағдайда менде қандай сезім болады, мен өзімді қалай сезінер едім деген. Қандай, например, сенімділік, өмірге деген құштарлық, махаббат, қуаныш, тәуелсіздік деген сияқты да, осындай положительный сезімдерді жазасыз. Енді сіз медитацияда отырсыз ғой. Медитацияда отырған кезде жаңағы өзіңіздің картинкаңызды елестетіп бастайсыз. Оған жаңағы заранее жазып қойған сезімдеріңізді қосасыз. Осы сәтте сіз уже квантовый поляға кірдіңіз деген сөз. Бұл чистый жаңағы тек қана сіздің санаңыз, сіз ғана бар бір поля, басқа еш зат жоқ. Енді соған сіз өзіңіздің ойыңызды жібердіңіз. Бірақ бұл поля құр емес. Оның ішінде қаншама энергетикалық байланыстардан тұрады. Яғни сіздің жаңағы жіберген эмоцияңыз бұл энергетика болып былай кетті и соны тартады деген сөз. Медитацияның ең ключевой жері осы. Сіз әрқашан шаршап, көңіл күйіңіз болмай, істеріңіз алға баспай, вообще өзіңіздің жасап жүрген жұмысыңызды жасағыңыз келмей, тек қана ұйқыңыз келе беретін бір энергияңыз жоқ, сондай күйде жүрген болсаңыз, бұл сіздің энергияңыз мүлдем басқа жаққа ағып кетіп жатыр деген сөз. Ал оны мен сізге мына жерге картинка қоям. Ол қалай кетіп жатыр, оны қалай қайтарамыз? Қайтарамыз біз жаңағы медитация арқылы. Енді біздің энергиямыз қайда кетіп жатыр десеңіз, сіз өткен шақтағы заттарды ойлайсыз ғой.
сіз ойлаған затыңызға сіздің энергияңыз кетіп жатыр. Немесе сізге белгілі күн сайын дағдылы түрде жасалатын болашақтағы заттарды ойласаңыз, соған да кетеді энергияңыз. Мысалға, сіздің бастықпен отношениеңіз онша емес болса, сіз бастықты ойлаған кезде сізде раздражение сондай пайда болады да, сіздің энергияңыздың жартысы уже соған кетіп қалды. Сондықтан біз саналы түрде өзіміздің ойымызды жақсы, өзіміз қалаған затқа қарай ойлап жібереміз. Өзімізге плюс әкелмейтін, пайда әкелмейтін заттарды бәрін ойламаймыз, алып тастаймыз. Медитация кезінде мен жаңа сізге айттым, сол заттардың бәрін ала беру керек. Қалай энергия ол басқа жаққа кетіп қала береді деп онша түсінбейтін адамдарға мен сіздерге түсінікті етіп айтайын. Мысалға, физикада бір күшті эксперимент болған, және ол деген кванттық физиканы, полностью квантовый әлемді өзгерткен да. Ол экспериментте мына жерге астына мен сізге фотосын қоятын боламын. Сонда біріне наблюдатель қояды, біріне қоймайды. Сонда наблюдатель бар экспериментте анда атомдар, электрондар бар. Ал наблюдатель жоқ болған кезде электрондар ол жерде жоқ. Ол не деген сөз? Наблюдатель дегеніміз ол біз. Мысалға, сіздің ойыңыздағы наблюдатель сіз өзіңіз. Назарыңызды, вниманияңызды берген зат болады да, ал сіздің вниманияңызды бермесең, ол зат жоғалып кетеді. Болды. Яғни, біз оны қарапайым тілмен айтатын болсақ, сен қандай затты көбірек ойлап, назарыңды берсең, сол зат үлкейеді. Сіз өзіңіздің проблемаңызға, жұмыстағы проблемаңызға, үйдегі проблемаңызға, отношениядағы проблемаңызға вниманияңыз, назарыңызды көп аударсаңыз, сол нәрсе көбейеді. Ал егер сіз оны ойламай, оны мүлдем ойламай, басқа мүмкіндіктерді жаңағы. Сізге ұнайтын қандай мақсаттарыңыз бар, қандай мақсат сізді вдохновлять етеді, қандай мақсат сізге мотивация береді, соны ойлап, соған қарай жүріп действие жасасаңыз, сол көбейеді деген сөз. Мен сіздерге шамамен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сондықтан, егер сіздерге қызық болған болса, каналға тіркеліп, маған лайк басып, комментария жазыңыз, өйткені мен үшін өте маңызды. Бұл менің екінші видеом. Видеом ұнаса, комментария жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыз болады, өйткені бұл менің даму бағытым. Мен бұндай видеоларды өзім үшін сала берем, өзімнің білгендерімді мүмкін біреуге болмаса біреуге көмегім тиер. Пока.